Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Үй жұмысынан бастайық. Кім үй жұмысына дайын? Қол көтереміз. Мгм. Гүлім ханым, сізге дауыс берем. Сізге дауыс кетті. Экранды алсаңыз, поделиться бөлімінен астында. Гүлім ханым, дауыс естіліп тұр ма? Даусым. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, қалайсыз? Дауыс естіліп тұр ғой, Иә. болды. Төмен жақта поделиться деген бар. Соны басасыз да, весь экран дегенді бересіз. Қазір. Қай компанияны алдыңыз? Сіздің даусыңыз естілмей тұр, Гүлім ханым. Саламатсыздар ма? Мен осы жердегі мен Microsoft компаниясын алдым. Бұл Microsoft компаниясының орташа ATR-і 8 болатын. Бір минутта көрсететін болсақ, ATR-ның мен бұл жерден кешегі осы автопренені алдым. Автомаркет, примаркет қосып алдыңыз. Сізде Paper Trading қосылып тұр. ETR қанша екен? Бірінші обычный свечаға қойғаңыз, бірінші обычный свеча. Бүгін стратегияны қосқан кезде хейкенаши қосамыз. Ана жоғарда свечаңызды обычный простой свечаға қосып алыңыз. Ана жоғарға свечаға барыңыз, кендлға. Экранға сызбаймыз, басқа студенттер. Экранға сызбаймыз, жоғар жақтан хейкенаши мен таймфреймнің қасында тұр ғой. Таймфрейм қасына барыңызшы. Уақыттарға. Уақыт. Жоқ, ана жақта 1 минут 5 минут таймфреймнің қасында екі свеча тұр. Сол оңға қарай жүріңіз. Соны обычныйға қоясаңыз. Болды. Мен бұл жерде кешегі немен істедім, автомаркетпен. Сондағы мендегі осы Microsoft компаниясының ATR-і 8 болды. 8-ді біз осы 523-ке қосқанда бізде 531 шығады, ал максимум сонда біз $531 дейін көтере аламыз, ал минимум түсіп кетуі бізде 510 мүмкін. Ал осы премаркеттің орташа ең биік нүктесі, ол бізде көріп тұрғандарыңызда $524.38, ал ең төменгі премаркеттің ең төменгісі $521.92. Ал автомаркетке келетін болсақ, автомаркеттің ең жоғарғы нүктесі бұл бізде $522.49 көрсетті бізде, ал ең төменгісі 522. Примаркеттегі биік нүктеңіз қайсы болды? 524.38, осы фиолетовый. Бетіңізші, анау кішкентай төмен жақта авто дегенге қойыңызшы, домалақты басып. Төменде. Ана уақыттың қасында авто деген. Или осылай жақындатыңыз. Қараңыз, примаркеттегі сіздің ең биік нүктеңіз қазір қайсы болып тұр? Анау ұзын жасыл свеча тұр ғой, соны алып белгілейсіз. Соны ана линияңыз жылжытасаңыз. Анау примаркетте биік нүкте деп алған линияңыз қайсы еді? Фиолетовый ме еді? Оны бір басыңыз экранға, болды. Оны дәлет етсеңіз, фиолетовый бір рет, екі рет басыңыз, жылжи салады. Болды, дұрыс. Екі фиолетовый примаркеттің биік нүктесі, екіншісі примаркеттің төмен нүктесі, дұрыс. Енді автомаркеттің, Автомаркеттің бізде ең биік нүктесі бұл бізде $22.49 көрсетті. Ең төмен $22.06 көрсетті. Жасыл светтер, жасыл, линияңыз. Болды, дұрыс. Енді 15 минут таймфреймге қойыңыз, сатып алушылар мен сатушылар зонасын қарайық, Microsoft-тың. Сатып алушылар мен сатушылар зонасы, бұл бізде, вот, мынау пудра цвет тұр ғой, 522.9. ETR-іңіз жасыл свет, көк свет, дұрыс. Осы арасындағы сатып алушылар мен сатушылар белгілер, Қай жерде болып тұр? Пудра свет дейсіз ба, сары свет па? Сары свет. Розовый ма? Розовый сияқты.
Осы жер бізде Сатушылар зонасы. Аха, сатушылар. қайсысын сатушылар зонасы деп алдыңыз? Мен алған жерім мына жерден сатушылар зонасы болды. Дұрыс, сатып алушылар. Астындағы екі вершинаны домалақпен белгілеп қойыңызшы. Не үшін сатып алушылар белгіле? Сол екеуін домалақпен белгілеңіз. Ар жақтан ручка алыңыз да. Ручка. Ручкаңызды алыңыз да, сол екі домалақ. Соны, дұрыс. Міне сатып алушылар. Не үшін сатып алушылар болды? Жоқ, мынау Себебі алдыңғы екеуін ғана алсаңыз да жеткілікті. Алдында екеу, өйткені баға бір жерден кетіп тұр да, екі рет примаркеттің өзінде. Соны алсаңыз болады. Бұл жерде бізде сатып алушылар зонасы. Өйткені баға бір рет екі жерден моменттен кетіп тұр. Одан кейін сатушылар зонасы қайсы болып тұр? сатушылар зонасы. Мхм. Мына жерде шатасып Ол кеттім. линияңыз дұрыс. Енді кішкене артқа жүріңіз, түсіндіріп жіберейін. Артқа жүріңіз, артқа. Кішкене артқа жүріңіз. Енді сіздің жаңағы пудра светіңіз мына жерде баға екі рет бір жерден кеткен. Жоғарыда, кішкене жоғарыда. Фитильмен кетіп тұр қызылдың. Сол жерде Вот баға ол жерде де баға бар, ол жерде де бар. Артқа жүріңіз кішкене. Артқа жүріңіз. Артқа тағы. Міне екі жерде баға бір рет екі жерден кеткен. Мына жерде жасылмен фитильмен кеткен. Мына жақта қызылмен екі рет кеткен. Көрдіңіз ба? Иә. Сол жер бізде сатушылар зонасы болып саналады. Одан кейін енді көк линияны жоғары жақты қарайықшы. Жоғары жақта қай жерде баға кеткен? Бұл бізде ATR ғой жаңағы. Сол жерлерді көрейік, сол жерді. Иә, сол жерлерді қараңыз. Бүгін кеше ол ITR-ның биік нүктесі. Соның асты жағына сатушылар зонасын қарайық. Баға қай жерден кеткен зоналарды қарайық. Негізі сатушылар зонасы бар, бірақ ITR-дан жоғары болғаннан кейін бізге ол керек емес. Онда біз мына где-то вот мына жерді айта аламын. Мына екі жерді айтсақ болады ғой. Дұрыс, сол жерді белгілеп қойыңыз, оның бергі жағынан да баға тоже сол жерден кеткен. Белгілеп алыңыз линияңызбен. Оны өшіріп горизонтальды алсаң, сразу сызып береді ұзақ қылып. Дұрыс. Сонда бізде қанша сатып алушылар, сатушылар зонасы болып тұр данный моментте? Үшеу. Үшеу болып тұр, жақсы. Қанша компания жасадыңыз? Төртеуіне де солай жасадыңыз ғой, Иә, негізі төртеуіне де жасадым. Тағы біреуін көрсете салыңыз, қай компания? Бәріміз білетіндей қаржыларда қолданатын виза бар. Кез келген банктың осы визадан тағы біреуін жасадым. Ең алдымен Немен айналысады? қаржы компаниясы. Кез келген банкке виза береді ғой. Визаны сол компаниямен жасадым. Бұл компанияның ATR бізде 6 болды. Сонда бізде ол кешегі осы, мен мынау немен жасадым. Егер мынандай шатастырып жіберетін болса, төмендегі автоны басасаңыз болады, сөзде сразу аккуратно алып береді. Мына жерде сізде 336-да примаркеттің биігін белгілегенсіз примерно, оған қостыңыз. ITR қанша дедіңіз? ATR 6, 342. Иә, 342 дұрыс. 6, астынан енді 330 болып тұр, дұрыс. Енді примаркеттің биік нүктесі, төменгі нүктесі. Примаркеттің ең биік нүктесі бізде 336-83 болды. Міне. Вот осы жерден болды. Кішкене көтерсеңіз болады. Соны кішкене көтерсеңіз болады. Просто хикенашымен белгілегенде кішкене разница беріп қалады. Ал ең төменгі нүктесі 334 болды. Дұрыс. Ал автомаркеттің ең биік нүктесі, осында көріп отырсаңыздар, 336-да 14. Ал ең төменгі нүктесі осы жерден. Дұрыс. 335-те 87 болды. Ал сатушы, сатып алушыларға келетін болсақ, сатушы, сатып алушылар бүгін четкий орындап берді, көрдіңіз бе? Сіз бүгінгімен істесе, кешегімен ба? Бүгінгімен, ITR жақсы орындаған. Вот осы жерден бізде сатушылар зонасы. Вот міне осы жерден бастап бізде сатып алушылар зонасы қайта көтерілген. Не үшін белгілеп қойсаңыз? Домалақ белгілеп қойшы, басқа адамдарға да түсінікті болсын. Не үшін ол жерден белгіледіңіз? Мына жерде бізде сатушылар кетті. Вот осы жер и осы жерден ары қарай төмендеген. Және
Осы жерден бастап қайта көтерілген көруге болады. Вот осы жерлерден. Ол жерден қанша рет Және кеткен? осы Баға екі рет жоғары қарай. кеткен, екі рет Аха. көтерілген, мынадан бір рет көтерілген, и мынадан тағы көтерілген. И осы Жақсы. жер. Сатып алушылардан ұнаса, яғни бір немесе екі рет, үш рет қозғалыс жасайтын болса, ол бізде мықты зоналар болып саналады. Жақсы, жақсы. Есіміңіз Асылзат. Гүлім Гүлім. ханым. Жақсы, рахмет. Қалған компанияларыңызды осылай белгіледіңіз, иә? Иә. Жақсы. Сәттілік сізге. Жақсы. Келесі адам қоса. Келесі бізде Джузи Майя деген кісіні қосайын. Джузи Майя. Майя ханым, или Джузи Майя, мен суретке қарап енді Майя ханым деп жүріппін ғой. Сізді қостым. Демонстрация алсаңыз. Дауыс естіліп тұр ма? Жақсы, келесі Әсел Зат деген кісіні қосайын. Әсел ханым, сізді қостым. Демонстрация алсаңыз. Дауысым естіліп тұр ма, Әсел ханым? Саламатсыз ба? Мен кешегі Саламатсыз Асылзат қате жазылып кетіпті. Все. Асылзат, иә? Все. Қалайсыз, қалыңыз қалай? Қазір аламын. Астында стрелканы басып. Қосылды ма? Енді қосылды. Қай компанияларды зерттедіңіз? Қай компанияларды көрсетіп жатсыз? Microsoft болды, Tesla болды, сосын Meta болды. Так, бастайын. Мета компаниясы. Кешегі күнмен ғой, менікі бірақ кешегі күнмен. Кешегі күнмен, жақсы. Премаркеттің биік нүктесі. Бірінші ITR белгілеп алдық, ITR қанша екен метаның? Так, 774 болды. Сосын былайның несі, ETR 19-да өзінің. Ал мынау жерде ең биік сарыдан біткен нүктесі 774 болып аяқталды. 1 минуттықта, иә? Иә. Қызыл аққа ITR деп баратын жазып қойған жерде. жеріңізден жоғары қарай есептедіңіз, иә? Сонда 804 па? Сосын енді қоя тұрыңыз. Сізде ITR қанша дедіңіз? ITR жақын болып қалған жоқ па? 774-ке 19 болса қанша болады? 773-ке, так, 773 773-ке 19 қостым, 792 болып шыққан. Мен ана жоғарыда 804-ті не үшін сызып қойды, соны түсінбей қалдым. Да, басылып кеткен ғой онда. Соны өшіресаңыз, иә. ITR-дан жоғары бізге ештеңе керек емес, иә. Бүгін ITR биік нүктесі дұрыс. Кеше ITR-ын жақсы орындаған екен, иә, мета, иә? Астыңғы ITR-ы 757 болды. 757, дұрыс. Одан кейін премаркеттің биік нүктесі жасыл линия. Төменгі нүктесі, анау жоғары нүктесі, дұрыс. Былайына жайылып кетіп тұршы. Қалай болады? Төменде домалақты басасың, төмен жақта домалақ бар ғой. Соны басасыз, авто деген басасыз, сол кезде аккуратно көрсетеді. Болды. Кішкене артқа жүре беріңіз. Енді премаркет керек, артқа. Просто экран ұстаңыз, артқа жылжыңыз. Жоқ, экран линияның үстінде емес, просто пустой линияға барыңыз, жылжыта беріңіз. Болды. Енді автомаркеттің биік төмен нүктелерін қарайық. Мына жерде автомаркеттің биік нүктесі мына жерде жасылдікі болды. Ал ең кіші нүктесі мына жасылдан жақсы. Ал премаркеттікі так. Оны айтып қойдыңыз, иә? Премаркет анау жоғары жақта 774-те и 765-те, иә? Осылай линияларыңызды аккуратно сызып қойсаңыздар, тез тауып аласыздар, әдемі сызғасыз. Бір көрсетіп жіберейін ба? 15 минутқа қойып сатушылар зонасын көріп жүрейік. Белгіледіңіз ба? Сосын ұмытып кетіппін, бірақ былайынан білем, мынау. Давайте, өзіңіз. Сол жерде белгіле, сол жерде көрініп тұр уже, төмен жағында, не үшін белгіледі? Осылай, екеу.
иә. тоже үшеу иә мына жер, сосын мына жер төртеу Фитиль болады. жағын ала беріңіз, фитиль жағын, соған қарама жақын тұрған жерін фитилін ала беріңіз. Фитиль Так, төменде, мына жер фитиль иә. деген таяқшасы. Сол жер. Енді сол жерге барыңыз да линияны сызып қойыңыз. Линия алыңыз, ар жақтан горизонталь алыңыз. Жоқ, оны алмаңыз. Линияның ішіне шетінде стрелка бар, соны басыңыз, асықпаңыз. Горизонтальная линия деген Дәл бар. осы жерге келдім. Соны аласыз да. Дәл кішкене көтеріп қойыңыз. Анау екі вершина кеткеннің ортасында вершина, сол таяқшасын сол жерге қойыңыз. Болды. Кішкене түсіре салыңыз. Болды мына. Бұл жерде бізде сатып алушылар, бұл суретті қандай қылып қоясыз? Сатып алушыларды бір суретке ауыстырсаңыз. Енді жоғары жақтан сатушыларды көрейік, Ар жақта сатушылар. Жақын жерде сатушылар тұр. Жоғары. Ой, жоғары жағында. Мына жақтан белгілейін ба? Иә, міне көрдіңіз, мына жерде уже баға 2 рет, 3 рет кеткен почти. Бір рет кеткен, ана жерде 2 рет кеткен. Тоже ол жерге барасыз да, линияңызды белгілеп қойыңыз. Ортадағысына барып, денесінен аласаңыз, денесінен. Кішкене түсіре салыңыз. Болды міне. Дұрыс. Енді тағы ат жағында қай жерлерде бар екен? Жақындау жерлерде сатушылар зонасы. Мына жерде көріңізші. Ол итярдан жоғары емес па? Иә. Анау ат жаққа жүріңіз, кішкене ат жаққа жүріңіз. Оны белгілеп қой. Ол жерде пример бар, иә? Ол жерде белгілемей қойсақ болады, сатушылар зонасы бар. Оның ат жағын, мына екі вершинаны алыңызшы. Сол жердегі. Мына жер ма? Жоғарыда, шортқа. Соның артқа жүріңізші тағы. Жоқ, ол белгіленіп тұр, оның арты, одан да арты. Сол екеуін алыңызшы, оның арты. Тоже арты Иә, ма? хорошо, соны ала беріңіз. Ортасындағы бар, иә? Сол бар, одан кейін тағы бар, иә, артында. Осы жерді сатушылар зонасы қылсақ болады. Кішкене түсіре салыңыз, болды. Болды, міне. Болды, иә? 3-4 сатып алушы сатушылар зонасы болса, бізге жеткілікті. Дұрыс. Енді алға қарай жүріңіз. Бізде қазір бұл кеше графикамен жасадыңыз, иә? Кеше графика уже ETR-ны орындап берген. Енді күнде новыйдан сызып отырамыз, иә? Сіз қазір кеше күнге істедіңіз, енді алдағы уақытта рынок 18:30-ға дейін біз осы анализдің бәрін реттеп жасап қоюымыз керек. Одан кейін барып уже рынокқа дайындаламыз. Келесі екінші компанияңыз көрсетсеңіз. Microsoft, иә? Microsoft бізде бағасы қанша? $527. ETR қанша екен ETR бізде? Microsoft'ın 9.27 деп берген. 9, иә? $9, иә? $9 болса, жоғары жақта 533, төменгі бағытта 515. 515, иә? Премаркет биік төменгі нүктелері. Желательно мышка албаңыздар, иә? Мышкамен оңайырақ болады. Дұрыс. Премаркет биік нүктесі, премаркет астыңғысы төменгі нүктесі, автомаркет биік нүктесі. Анау автомаркеттің кішкене түсіресаңыз астына. Кішкене түсіресаңыз. Сол, анау бірінші тұрған свеча тұр ғой, кішкене түсіріңіз тағы. Кішкене түсіріңіз. Сіз 1 минут, түсінді, 1 минутта разница беріп тұр екен ғой. Міне, премаркеттің төмен нүктесі. Енді 15 минутта сатып алушылар мен сатушылар зонасын белгілейік. Дұрыс. Астына барыңыз. Астында сатып алушылар зонасы қай жерде тұр? Сол жерде бар, иә? Ол жерде линия болса, значит белгілемей қойыңыз, қала береді. Дұрыс. Мына жерді белгілейін ба? Иә, белгілейсіз, сол жерден екеуі почти бір жерден кетіп тұр баға. Енді оның артында сатып алушы. Кішкене түсіңіз. Дұрыс. Ол жерден кетіп тұр, и оның артынан дәл сол жерден кетіп тұр, көрдіңіз? Енді осы жерге апарасыз да, линия сызып аласыз. Кішкене көтеріп ортаға қойсаңыз болады, фитиль мен денесінің ортасына. Болды.
Дұрыс, но бізде сатып алушылар зонасы. Енді жоғары жақта сатушылар көрейік. мына жерден Ага, ол жерде қайсымен кеткен? Ол жер енді қатты қиғаш болып тұр, иә? Қатты қиғаш қарамаймыз. Хотя бір-біріне жақын тұрса, ол нормально. Бір-біріне бүйтіп жоғары қарай кетіп тұр ол кезде. Енді сіз ана соның жоғары вершинасын қараңызшы, жоғары вершина. Соны алыңыз да, соны алыңыз. Енді мына жақта фитильді алыңыз, ал жақта. Алдыға. Ана бір жасыл фитильмен кеткен ғой, төмен қарай резко. Соны алыңыз. Сол жерге сатушылар зонасын белгілеп қойыңыз. примерно осы жерлері ғой. Кішкене көтеріңіз, ана денесіне, қызылдың денесі, болды міне. Болды. Міне, значит, мынау сатушылар зонасы. Енді жоғары жағына шығыңыз. Анау жоғары жақта да примаркет пен автомаркет пен обычный ақ зонада тұр, иә, тағы сатушылар зонасы. Мына жерде иә. Дұрыс, соны белгілейсіз. И алдында дәл сол жерден баға кетіп тұр. Барасыз да осыны белгілеп қоясыз. Болды міне. Бізде қанша фиолетовый, 4 зона, 3 зона болып тұр. 4 ана ортадағы бір примаркетте зонамыз болды, сонымен 4 зона болды. Дұрыс. Жақсы. Түсіндіңіз ғой? Сатып алушы мен сатушылар, яғни бірдей баға кеткен жерден қарайсыз. Сол зона, значит, ол жерден алдағы уақытта тағы баға кетеді деген болжам болады бізде. Все, жақсы Асылатқаным, жақсы. Сіз кеше де шықтыңыз дедіңіз ба? Кеше де шықтыңыз, иә? Аттарыңыз басқа болғанға танымай тұрмын ғой. Все, жақсы, удачи сізге. Қазір мен экранды өзіме алайын.